Сәлем достарыки, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Динара Ибраева. Бүгінгі Қазақ ТВ каналында мен талай сұралған тақырыпқа, яғни жеке жылдық жорамалға сізді зодиакалды мағынада 23 жылы не күтетін, өзгерістер, мүмкін табыстар болсын, соның бәрін түсіндіруші ақпаратқа бүгінгі күнімді арнағым келіп тұр. Ал ролигімізді болса, дәстүрімізге сәйкес зодиакалды екінші тәртіп орын алушы торпақтарға арналатын болады. Торпақтар үшін 23 жыл біраз қатан, мүмкін сәтсіз басталса да, басы қатты болғанның ақыры әлбетте жақсы болады дегенге сәйкес, шынымен, жыл басы карьералы проблемалармен басталса да, нақты бизнеспен айналысушы жандар үшін кеңею моменттері сәтті басталады. Солайша бірінші кварталда торпақтарға конфликттерден аулақ болу, барынша ұрыс, жанжалсыз, тыныш шешім қабылдауға кеңес беріледі. Биылғы сіздердің приоритет номер 1 болып келуші задача ол отбасыңызбен татулықта, оларға қарай жағындау әрекеттері тек қана алға қойылар екен. Тағы да жұмысты командировкаларға шығуда 23 жылдың талай бай болып келеді. Махаббат саласы. Әрине, торпақтар өз табиғатына сәйкес жұрттың арқасынан жүгірмеуші, олардың ойы бойынша махаббат өзі келеді деген ораны болса да, 23 жыл өз принциптеріңізден арылып, ішіңіздегі романтикалы салымдарыңызды басшы, лидер позициясынан өз махаббатты қарым-қатынастарыңызды көркейту кеңесі сізге беріледі. Ал тұрмыс құрғысы келген торпақтар үшін жылдың ақырғы кварталы өте сәтті болып келеді. Сіздерге тұрмысқа шығу ұсыныстары жылдың бірінші кезеңіне тура келер екен. Ал шетелдің адамына тұрмысқа шығу ұрынысы сіз жылдың екінші кварталында күтуіңізге болар екен. Жалпы 23 жылы күннің зодиакалды сізге көрсетер позитивті әсері біреуге қатты ғашық болып, күшті романтикалық қарым-қатынасты бастау ықтималдығын береді. Яғни қатты сіздерді шабыттандырушы қалетіне келеді. Жұбы бар жандар үшін ғамқор алу, екінші бөліңізде лидерлік қасиеттерін сезіну шансы беріледі. Яғни, қарым-қатынасқа жалғыз өзіңіз емес, сүйіп келуші бөліңіңізде осы жылы арнайы өздерін жарқыратып көрсететін салымдарын көрсетеді. Қиыншылықтар, ұрыс жанжалдар, түсінбеушіліктер жылдың апрель-майдарында байқауға болады. Ал бойдақ торпақтар үшін өз екінші бөліктерін табу мақсатында өз махаббатқа деген талаптарын біраз түсіріп, махаббат іздеу жолында әртүрлі рамкаларды қоймау, шектеу механизмдерін аулақ болуға әрекет жасаңыз. Жалпы екінші бөлігіңізді табу сәттілігін июль-август, тағы да ноябрь айдарында тура келер екен. Мұндай мағынада коллегаларыңызды немесе көрші таныс адамдарыңызға назар аудару кеңесі беріледі. Қаржы саласы. 23 жыл торпақтар үшін қаржылай жоғары сәтті болады. Яғни, капиталыңыздың жақсы инвестиция қылу ықтималдығы ашылып, дегенмен оңай қысқа мерзімді инвестиция жасау жолы тек ұтылыстарға келер екен. Дегенмен, көбінесе торпақтар капиталдарын жүрегіне жағын жерлерде сақтаушы болса да, 23 жылы инвестиция жасап, орынып көруге кеңес беріледі. Тағы да, жылдың ақырында қаржылай кризиске ұрыну ықтималдығы да бар екен. Сондықтан аз-аздап ақша жинаушы қалетте болсаңыз, ондай қалеттінде теріс шығып кете аласыз. Кредит алушы жандар үшін сентябрь-октябрь айдары сәтті болып келеді. Яғни алынған ақша оңай тез қайтарылады деген сөз. Ал бизнесті көтеру, жаңа жұмысты бастау үшін октябрь-ноябрь айдары дұрыс. Айтайлық көлік алатын адамдар үшін кредит жылдың ар уақытында да алуға болады. Торпақтардың дүние сүйгіштігі оларды әрқашанда жақсы карьера құруына себепші. Биылда ондай жағдай өзгермей, жалпы карьера мағынада прогресс тоқталып қалмас екен. Планеталардың жақсы орналасқан позициясы себебі сізде нақты еңбекқорлық, батылдылық, тағы да жауапкершілік қасиеттері асып келеді. Сондықтан тек қана өзіңіз немесе жұмысыңыз туралы негативті ойламай,
барлығы онынан келетініне сенім артырыңыз. Тағы да күннің тағы бір сізге көрсетер жағымды әсері адамдармен тез тіл табу, жаңа проекттеріңізді оңай өткізу, қоғамда жалпы оңай жұмыс жасап кетуіңізді шабыттандырады. Сондықтан бірінші 2 квартал тек қана көтерілімдермен емес, тағы да жаңа жұмыс табуыңызға да көмек болады. Жалпы бизнескерлеріміз үшін бірінші кварталда қаржы алу процестер созылып, мүмкін тоқтап, оның түбі күннің бұл мерзімде тұрар негативті жағдайымен түсіндіріледі. Бірақтан март айына келіп, ол да болмағандай өтіп кетер екен. Ал бизнестің кеңеюіне марттан сентябрьға дейін мерзім сәтті саналады. Ал октябрь айы керісінше бизнестегі өзгерістерді кіргізу үшін сәтсіз деп табылады. Жалпы, биыл басқарушы планетаңыз Венера нақты жағымды орны сіздегі креативті қасиеттеріңізді ашушы болар екен. Мүмкін Instagram, TikTok секілді қосымшалар арқылы жаңа аудитория жинауыңызға, мүмкін мықты партнерлердің табылуына әкеледі. Әлбетте, ондай арада жас, ақылды блогерлердің көмегімен де жұмысыңыз түсіп, баю ықтималдығы сізде көтеріледі. Яғни онлайн маркетингте жұмыс атқару шансы сізге беріліп жатыр. Ал жұмыссыз торпақтар үшін 23 жылы жұмыс табу әрекеттері оңай кешіп, жалпы сіз тек қана өз кәсібіңіз арасынан емес, барлық кәсіптерге де мән беріп, ұнап келуші жұмыс мекемеңізге басыңызды кіргізіп, ары қарай жұмыс жасап кетсеңіз. Қарап тұрғаныңыздай, сізге ұнаушы вакансияның ашылуы да мүмкін болады. И бұнда қалеттеде торпақтарға дәстүрлі, қарапайым жұмыстарды таңдау емес, қайтадан комфортты зонаңыздан шығып, тырысып, жаңа шоққыларды қолға кіріту кеңесі беріледі. Ал айтайлық, шетелден жұмыс іздеуші жандар үшін 23 жылдан екінші бөлігі сәтті болып келер екен. Денсаулық 23 жыл аралығында сіздің денсаулығыңыз әр келген ашылымдарыңыздың сапаршысы ретінде қолдап келер екен. Яғни, бұрынғы жылдан келе жатқан хроникалы немесе жалпы ауырықтарыңыз болмағандай кетер екен. Солайша, идеалды бастамаларыңыздың себепшісіне жақсы денсаулығыңыз сапаршы болады. Дегенмен, психикалық торпақтардың жағдайы төмен түсуді бастайды. Әр жұмысты бірдей атқару стрессті шаршауларға әкеліп. Бірақ сонда да Венера планетасы әсері артында көптеген креативті проекттерді ойластыру, өмірге келтіру жұмыстарына жетер екенсіз. Жылдан ортасына келіп, торпақтар өз денсаулығына қараушы тез докторлерге көрініп, спорт тағы да пайдалы тағамдарды жеу практикасын атқарса ұтады. Яғни детоксикация жасау өзімен өзі сізге пайда болар екен. Неке қою туралы. Бұл жылы Венера мен күннің жорамалыңыздағы жақсы орын алған позициясы неке өміріңізді көркейтетін жағдайына алып келер екен. Былтырғы жылдан ренжіп қалған отбасы мүшелеріне мейіріммен, татулық әкеліп, түсінбеушіліктерді мен стрессті қарым-қатынастар жалпы толы март айына дейін шешіліп келеді. Дегенмен, барлығы өзімен өзі емес, біраз жеке әрекет жасап, сол гармонияны тіктеу жолында әрекет қылсаңыз, ұтасыз деген сөз. Әлбетте, өзіміз сол конфликт себепшісі болған жағдайда. Ал тұрмыс құрғысы келіп атқан жандар үшін 23 жылдың бірінші айдары сәтті деп табылады. И тағы да, ешкімге бірінші болып жабыспаймын деген ұраңызға нүкте қойып, әрекет қылу маңызды есептеледі. Солайша, жылдың бірінші 2 кварталы өзіңізге идеалды партнерді табу жолында сәтті болады. Әлбетте, жылы сезімдеріңізді еркін айтып, өзіңізді ашық, романтикалық ұстау қажет болады. Шынымен, жақсы адамды өзіме қаратып алам деген мағынада. Тұрмыстық қарым-қатынаста Марстың жылдың екінші бөлігінде орын алатын негативті позициясы ұрыстарға, түсінбеушіліктерге әкелуі мүмкін екен. Сондықтан ойдарыңызды жылдам айтудан орнына тиіп, жақсылап ойланып, оны барлығы үлкен апатқа әкелу ықтималдығы бар екенін ұмытпау керек.
Ал бала көргісі келетін торпақтар үшін апрель, август, сентябрь, тағы да ноябрь айлары өте сәтті болады. Әлбетте, бүгінгі сіздерге жасалған видеоролик ұнаған жағдайда лайк, комментарий, подписка жасауды ұмытпаңыз. Сонда Қазақ ТВ каналында осындай бір форматта видеороликтер жиі келіп шыға береді. Пока-пока, аривидерчи.